Уайым. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ. Ол өзі де бір антұрғандық. Абай. Уайым мәселені шешпейді, тек мазаңызды алады. Омар Хайям. Уайым. Алдағы істерді ойлап тағатсыздану, күйгелектікке ұрынып, үмітсіздікке салыну. Істі жаманшылыққа балап, орынсыз мазасыздану. Бұл құбылыс асқынған кезде ұйқысыздыққа, күйзеліске тап болу бар. Мысалы, үйленсем, әйелім жаман болып шықса, қайтемін? Немесе күйеуіңнің жұмысы Алматыға ауысуына байланысты көшетіндігін естіген әйел. Алматы ең лас қала. Денсаулығымыз құритын болды. Кептеліс көп. Балалар мектебіне қалай үлгереді? Деп ұйқысы қашып, уайымға салынып, 2 миллионға жуық халық осы қалада өмір сүріп жатқанына назар аудармастан өзінен өзі әбірге түсуі мүмкін. Екінші мысал. Шетелден тауарға тапсырыс берген кәсіпкер. Жолда жүк көлік бұзылып қалса, немесе ол өртеніп яки тоналып кетсе не істеймін? Секілді қорқынышты жағдайларды елестетіп, ұйқысы қашып, күндіз-түні сары уайымға салынуы мүмкін. Мұндай артық уайым адамды күйзеліске түсіріп, торықтырып жіберері анық. Орынсыз уайым қол аяғыңды жіпсіз байлап, жігеріңді матап, харекетіңді тұсап тастайды. Не болса соны уайымдап, түймедейді түйеде етіп, болмашы нәрсеге шамадан тыс алаңдаған сайын адамның қайраты мұқалып, қайрылған шалғыдай жігер жасайды. Уайым стресске себеп. Ал ол өз кезегінде денсаулықты құртады. Менің бір жақын танысымның ұйқы безі асқынып, өлім аузынан қалды. Сол кісімен шетелде қонақ үйде бір бөлмеде тұрдық. Кешкісін шкафтарды ақтарып, киімдерінің қалтасын қайта-қайта тексеріп, қатты мазасызданып, әлде бір нәрсені тынымсыз іздеп жүргенін байқадым. Сөйтсем, бөлменің есігін ашатын карточкасын таппай жүр екен. Мен, Құдай-ау, бағанадан бері сонша мазасызданып іздеп жүргенің осы ма? Карточка деген жай ғана пластмасс дүние ғой. Ресепшндегі қызметкерге айтсаң, басқасын шығарып бере салады, деп көңілін тыныштандыруға тырыстым. Таңертең тұрсам, көршім тағы да сол карточкасын іздеп, әуре сарсаңға түсіп жүр. Танысымның ұйқы безі неліктен сыр бергенін түсіндім. Баяғы орынсыз уайымның кесірі. Уайымды қалай жеңеміз? Бар жігеріңді ертеңгі күнмен өмір сүруге жұмсама. Өйткені ертеңгі күн бізге беймәлім. Алдағы күн бір Аллаға ғана аян. Ендеше, әлі орын алмаған жағдайды ойлап, сары уайымға салынудың мәні жоқ. Бұл бір аптадан кейін қарным ашу мүмкін деп бүгін тыңқия тойып алу секілді орынсыз әрекет. Адамның ерік жігері, бойдағы жігер қуаты дәл қазіргі таңдағы қиыншылыққа төтеп беруге толық жеткілікті. Ал біз сол ерік жігер қуатымызды өткен күнге өкінумен, әлі болмаған болашаққа алаңдаумен әлсіздікке ұшыратып жатамыз. Сондықтан өткенге өкінбей, болашақты уайымдамай, дәл бүгінгі күнмен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Себебі уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Далай Ламаның, егер сізге кез болған нәрсе түбі оңтайлы шешілетін болса, оған бола уайымға салынудың қажеті жоқ. Ал бәрібір шешілмейтін болса, ол үшін қайғырудың мән мағынасы жоқ, деген сөзін ұмытпаңыз. Егер кез келген адам қандайды бір жағдайды ойлап, уайымға тап болса, оны жеңудің оңай жолы бар. Өзіңізге мынандай сұрақ қойыңыз. Мен уайымдап тұрған осы жағдай шынымен басыма келсе, ең жаманы не болуы мүмкін? Мысалы, жұмыстан шығып қалсам, немесе ісім кері кетіп, дағдарысқа ұшырасам, қандай жағдай орын алуы мүмкін? Соны елестетіңіз. Алдын ала сол жаман жағдайды іштей қабылдап,
оны жақсы жаққа өзгертудің, минусты плюске айналдырудың жолдарын қарастырыңыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын Данияр атты кәсіпкер інім көңілі құлазып, салы суға кеткен күйде маған келді. Асықпай әңгімелестік. Данияр ірі құрылыс компаниясында бас директор болып жұмыс істейтін. Жұмыс барысында өзіне тікелей қатысы жоқ қателіктер орын алған. Алайда оған жауапты адам ретінде қылмыстық іс қозғалып, сотталып кету қаупі төніп тұр. Данияр қолынан келген барлық әрекетті жасаған, бірақ мәселенің күрмеуі сол бойы шешілмепті. Күнде тергеу, жүйкесі әбден жұқарған. Мен оған мынандай ақыл айттым. Данияр, сен қолыңнан келгенді жасап жатырсың. Түбінде Алланың пешенеңе жазғаны болады. Қатты уайымдап, таусылма. Бұлай ойлап көрші, сен өзіңді ақтай алмасаң, әрі кетсе абақтыға жабыласың. Сотталу деген өмірдің бітуі, қиямет қайымның орнауы емес. Қаншама ұлы тұлғалар өмірінің бір бөлігін абақтыда өткізген. Мысалы, Жүсіп пайғамбар ұзақ жыл жазықсыз зынданда жатты. Бірақ текке жатпай ол жерді медресеге айналдырды. Талай адамды ізгілікке шақырып, жақсылық үйретті. Ақыры ақталып шыққаннан кейін Мысырдың қазынасын басқарды. Жұт жылдары халықты ашаршылықтан аман алып қалды. Ханафи мәзһабының көрнекі ғұламасы имам Сарахси қамауда жатып 20 томдық құнды еңбегін жазып шықты. Кейіннен бұл кітап әлемдік классикаға айналды. Әлі күнге дейін бұл еңбектің ғылыми құны артпаса кеміген жоқ. Сол сияқты оңтүстік африкалық қайраткер Нельсон Мандела өмірінің 27 жылын қатаң тәртіптегі абақтыда өткізді. Оның 17 жылында жалғыз адамдық камерада отырды. Жарты жылда бір-ақ рет туысқандарымен кездесуге немесе хат қабылдауға рұқсат етілген болатын. Сол 6 айда бір рет рұқсат етілген хаттың өзі түрме цензурасынан өтпей қалатын. Нельсон Мандела 1990 жылы бостандыққа шыққаннан кейін Оңтүстік Американың алғашқы қара нәсілді президенті болып сайланды. Нобель сыйлығына ие болды. Әлеуметтік экономикалық талай үлкен реформаларды жүзеге асырып, 2012 жылы 96 жасында дүние салды. Міне, Манделаның өмірі. Адам баласы сотталған жағдайда түрмеде отырып, бостандықта жасай алмайтын істі атқаруға болады. Мысалы, сен бизнеске қатысты 100 кітапты оқып тауысып, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгере аласың. Ағылшын тілін жетік үйреніп алуыңа да үлкен мүмкіншілік туады. Түрлі адамды көресің, өмірлік үлкен мектептен, тәжірибеден өтесің. Құранды толық жаттап алуыңа да болады. Тиімді пайдалансаң, бұл саған таптырмайтын мүмкіндік. Құранда сендердің кейбір ұнатпайтын нәрселеріңнің ақыры сендер үшін қайырлы болуы мүмкін деген аят бар. Сүт ашып кетсе, оған өкінбе, керісінше одан ірімшік жаса. Осыған ұқсас әңгімелер айтып, көңілін көтеріп, жігерін қайрауға тырыстым. Бірақ Данияр сотталған жоқ. Кейін кездескенімде, Қайрекең сотталайын деп тұрған адамға күшті мотивация береді, деп өткенді күліп еске алды. Ең қиын жағдайды алдын ала қабылдау арқылы уайымды жеңілдететін бұл тәсіл психологияда Уиллис Керрердің формуласы деген атпен белгілі екенін кейін білдім. Мен оқыған Мысырдағы Әл-Азхар университеті күрделі оқу орындарының бірі. Жүйесі қызық. 3 пәннен өтпей қалсаң, сол курсты келесі жылы қайта оқисың. Шетелдіктер үшін араб тілі ауыр болғандықтан, студенттердің көбі ойындағысын толық жеткізе алмай қиналатын. Емтихан алдында Ибрахим деген жігіттің уайымдайтыны соншалық стресстен бет аузына жара қаптап кететін. Ал менің ұйқым тыныш. Өйткені өтпей қалсаң, дүние төңкеріліп, қиямет қайым орнамайды. Студенттер емтиханнан сүрінбей өтейік деп күндіз түні дұға жасайтын. Ал мен қолымнан келгенше дайындалып, Алла тағалам емтиханнан өтуім қайырлы болса ғана нәсіп ете көр деп дұға жасаймын.
Бірде-бір рет емтиханнан өткізе көр деп тілемедім. Өйткені қай нәрсенің қайырлы екенін біз білмейміз. Ішімнен өтпей қалсам, уақытым көп болады. 1 жыл бойы тапсыра алмай қалған 3 пәнді жақсылап меңгеріп аламын. Қалған уақытымда ағылшын тілін үйренемін, ананы жасаймын, мынаны істеймін деп өзімше мақсаттар қойып, жоспар жасап аламын. Емтиханға дайындық барысында харекетімді арттыратын аздап уайым пайда болатын. Бұл жақсы, орынды уайым. Соның нәтижесінде Аллаға шүкір, оқуды уақытында тәмамдадым. Уайымға салынудың ішкі үрейден құтқаратын тағы бір амал әрдайым харекетте болу. Уайымның, мазасыздықтың орнын жақсы істермен толтырып тастаңыз. Санаңыздағы уайым мен үрейді қарбалас жұмыстармен, үздіксіз істермен алмастырыңыз. Абай Хакім: әрбір орынды қарекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкімен азайтпа, орынды қарекетпен азайт десе Шәкәрім Құдайбердіұлы. Үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білесің, сонда жайын, деп уайымнан арылудың өлең жолдарымен жеткізген. Орынды уайым деген болады. Ол адамға жауапкершілік жүктеп, харекетке итермелейді. Мұндай уайым жайлы Абай Хакім: уайым ер қорғаны есі барлық дей отырып 4-ші қара сөзінде, әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш болса керек, депті.